Мен азыр bir примерді айтайын. Кечеле маған далашты етішті Қырғызстандағы фарм мафия. Қырғызстанда дарылардың фармацевтический мафия бар екен да. Биздегі дарылар бүгін күнде ең азы 3 есе, ең көбі 10 есе қымбат сатылып жатыр. Мұның бардығын атайлаған, даярдалған адамдар, біздің мемлекеттік қызметкерлермен чоғу, біздің врачтарыбызмен чоғу, чоң мафия түзілген. Мына ошол мафияны аз бетini аштык. Бетini аштык, эртең биринчи күнү биз маалыматты беребиз коомчулукка. Мындан ары, мына андан сырткары нефтепродуктларды бизге Кыргызстанга киргизе турган мафиянын азыр көйрөгүн кармадык. Мына булар дагы. Бүгүнкү күндө нефтепродуктлар бизде мына 56-58 сом, бүгүнкү күндө сатылыш керек экен рыночный, где-то 50-ге жетпеген болуп. Бирок бул мафия ошол мамлекетте тоноогонго кетип атат. Аны ешкім қараған емес. Жетекшілер де қарабайды, мемлекет те қарабайды, ешкім қараған емес. Бірақ ошоны әрбірін қарағанға біз азыр бағыт алдық. Мына сіздердің әрбіріңіздердің қызматкер, улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын кызматкери чоң бийликке, мүмкүнчүлүккө ээсиздер. Ошону колдонуш керек. Ошону адамдын укугун коргош үчүн, мамлекеттин байлыгын, мамлекеттин коопсуздугун коргош үчүн колдонуш керек. Удостоверение чөнтөккө салып коюп эле, анан кийин өзүңдүн жеке ишиңди бүтүрүп, же тууганыңдын ишин бүтүрүп коюп эле, мен кызматкермин деп жүрбөстөн. Ар бириңердин жумушуңарды бирден карап туруп, мен отчетуңарды карайм. Кайсыл кызматкер бир жылдын ичинде кайсыл жумуштарды аткарды, кайсыл иштердин бетин ачты, кайсыл иштерге жардам берди, кайсыл иштер боюнча багыт алды. Ошондо да өзүңөр аракет кылгыла. Өзүңөр аракет кылып ушул жумуштарды аткаргыла. Силерге мүмкүнчүлүк түзүлүп атат.